Не үшін Nike компаниясы өздерінің оң және сол пара аяқ киімдерін әртүрлі елдерде тігеді? Colgate компаниясы кімге өте қарапайым шешім үшін $1 миллион төледі? Осындай қызық шешімдердің артында кім тұр? Бүгінгі видео осы жайында. Баршаңызға қайырлы күн достар, менің есімім Бауыржан Жали, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бұл арнамда мен бизнес-менеджмент бағытындағы түрлі лайфхактармен, пайдалы видеолармен, кеңестермен бөлісіп отырамын. Сонда видеолардың алғашқысы бүгін сіздің бизнесіңіздің шығынын азайтып, табысын көбейтетін, сіздің бизнесіңіздің ішіндегі күрделі проблеманы оңай жолмен, қарапайым жолмен, өте тиімді жолмен шешіп беретін маман иесі ол траблшутер жайлы болмақ. Траблшутер деген кім, ол қандай проблеманы шешеді, және траблшутер болу үшін қандай бір қасиеттер болу керек, қандай навыктар болу керек. Тағы да траблшутердің тарихындағы неше түрлі мысалдармен бүгін видеода толыққанды айтып түсіндіріп беретін боламын. Ендеше каналға тіркеліп қойыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Бизнесте күн сайын әртүрлі проблемалар кезігеді. Сол проблемаларды шешу үшін кәсіптің иесі, командасы барлығы бірігіп проблемаларды шешуге барынша атсалысады. Ал бірақ кейде сол проблемаларды шешу үшін мүлде уақыттарда болмайды, біліктіліктерде жетпейді. Ал осындай сәттерде сол проблемаларды шешу үшін траблшутердің көмегі өте ауадай қажет. Траблшутерлер кең білімді, жан-жақты білімді, шаблонсыз ойлай алатын, мәселенің толыққанды картинасын көре алатын, бизнестің және кәсіп иесінің проблемасын, сұранысын толыққанды сезіне алатын мамандар. Халық арасында проблемаларды шешетін адамды решала деген түсінікпен атап кеткен. Көп жағдайда ол решалар өзінің телефонын алып, керекті связдарға шығып, керекті таныстарына шығып, проблеманы сол моментте шешуге тырысады. Ал негізінде бұл түсінік 90 жылдары қалып қойған. Қазіргі таңда бұл түсінікпен, бұндай әдіспен проблеманы шешу өте тиімсіз и дұрыс емес. Шеше алмайсыз да, келісесіз ба? Ал траблшутер болатын болса, кәсіптің ішкі жүйесіне үңіліп, әр процесті жеке өзі қадағалап, проблеманың шешімін өте тиімді шығынсыз жолмен ұсынуы тиіс. Ал траблшутер деген сөздің өзі ағылшын тілінен аударған кезде проблеманы өте тиімді жолмен шешуші деген мағынаны береді. Бизнесте бір ауқымды проблема туындаған кезде, бизнестің жұмыс тиімділігі, яғни эффективность төмендеп кеткен кезде, кейде тіпті банкроттыққа аз қалған кезде, кәсіп иелері траблшутерден көмек сұрайды. Траблшутер туындаған мәселелерді тез арада шеше алады. Себебі оның тәжірибесі көп, яғни осыған дейін ол бірнеше жобаларды жұмыс істеп, кәсіп жолында тәжірибесі жетілген болу керек. Бірақ бұл жерде ескере кететін жайт, траблшутер жай ғана проблеманың шешімін ұсынады. Ал сол ұсынылған шешімді орындау кәсіптің иесіне байланысты. Сондықтан кәсіп иесі мен траблшутер біргелікте жұмыс жасау керек, біргелікте жұмыс атқару керек. Сонда ғана траблшутердің жұмысы ескеріледі, сол кезде ғана нәтиже шығады. Ал ұсынылған шешімді орындамаса кәсіптің иесі, онда траблшутердің жұмысы көрінбейді. Енді кәсіби траблшутерлердің жұмысына байланысты кейстер мен мысалдар келтірейін. Бір мекемеде, бір компанияда тек қана әйелдер қауымы жұмыс жасаған екен. Ал олар көп жағдайда ас бөлмесіне барып, бірге шай ішкенде, әңгімелескенде көбірек ұнатады. Сондай проблема болған, былай айтқанда. Компанияда жұмыс тоқтап тұр, себебі әйелдердің барлығы шай ішіп отыр, анда жұмыс жүрмей жатыр деген сияқты. Ал осы жерде әйелдердің де көңіліне тимейтіндей проблеманы қалай шешу керек деген сияқты задача қойылады. Сол задачаға траблшутер шақырылады, а траблшутер оның шешімін былай ұсынады. Просто ас бөлмесіне айналарды көбірек қойып қою керек. Сол кезде әйелдер айнадан өздерін көбірек көру арқылы көбірек шай ішпеуге тырысатын болады, себебі фигурам бұзылып кетеді деген сияқты, әдемілігімді құртып аламын деген сияқты. Онымен қатар айнадан көру арқылы әйелдер қой босқа отырмайық, уақытымызды босқа құртпайық деген сияқты өзін сырттай көре алатын болған. Жаңа проблема әйелдердің де көңіліне тимей-ақ өте тиімді жолмен шешілген. Енді бір үлкен жобалардан мысал келтірейін. Аэропорттың жолаушылары ұшақтан түскеннен кейін өздерінің қол жүктерін, яғни чемодандарын
алу үшін өте ұзақ мерзімде күтеміз деп шағымданған екен. Траблшутер мынандай шешім берген: ұшақтан түсіп қол жүктерін алатын жерге дейін жүретін жолды ұзарту. Яғни бұрын жолаушылар түзу жолмен келсе, енді лабиринт сияқты бірнеше бұрылысы бар жолдар жасаған. Сол кезде жүк тасушылар қол жүктерін ұшақтан әуежайға тасымалдап үлгеретін болған. Осылайша біраз клиенттердің шағымы жойылған. Өзіңіз де әуежайларда бақылап көрсеңіз болады. Ұшақтан түскеннен кейін өзіңіздің қол жүгіңізді, чемодандарыңызды алам дегенше бірнеше жолдардан, бұрылыстардан өтіп, лабиринт сияқты баспалдақтармен көтеріліп түсуіңіз мүмкін. Қарап тұрсаңыз, өте қарапайым, оңай, бірақ өте тиімді жолмен шешкен. Тағы да бір мысалдар болсын. Супермаркет кассаларының қасындағы түрлі түсті сағыз, шоколад деген сияқты өнімдерді қоюды да осы траблшутер ұсынған. Супермаркеттердің кассасында үнемі кезек толып қалады. Тиімсіз әрі шығынды шешім касса санын көбейту, ал ұтымды әрі тиімді шешім кассаның маңайына жылтырақ өнімдерді толтыру. Бұл кезде клиент үшін кезекте тұру іш пыстырмайтын әрекет болып қалады. Біреулері шоколадтың құрамын оқып тұрса, а біреулері сол шоколадты қосымша сатып алады. Өзім жасаған жобалардан бір мысал келтіремін. Өндірістік тоңазытқыштарды жасау және орнату компаниясы өзінің тоңазытқыштарын, яғни холодильниктерін орнатқаннан кейін 1 жыл бойы гарантия береді. Ал сол 1 жылдың ішінде ремонтқа қайта-қайта шығындалып тапқан табысының барлығын сол гарантияға қайтадан қортатын болады. Осы проблеманы шешу үшін анализ жасай келе өндіріс кезеңінен кейін тест кезеңін қостық. Яғни дайын болған агрегатты 1 күн бойы, 2 күн бойы, керек болса 1 апта бойы арнайы тест холодильнигінде тестілеп алдық. Содан кейін барып орнататын болдық. Содан кейін компанияның шығындары азайып, табысы өсе бастады. Байқасаңыздар, траблшутер туындаған проблемаға үстіртін қарамайды. Кәсіптің иесіне тиімді жолды, шығынсыз жолды барынша ұсынады. Бұл жерде траблшутерді шығындарды үнемдеуші, пайданы өсіруші маман деп те айтуға болады. Кейбір кәсіп иелері проблемаларды өзіміз шешеміз деп өте тиімсіз жолды тауып алады. Соның арқасында шығынға батады, уақытта құртады. Бір қараса конкуренттерден әлдеқайда артта қалып қойған, кассаға табыс кіріп жатқан жоқ, шығын өте еселеніп кеткен деген сияқты. Бір ғана қате шешімнің арқасында кәсіпті, бизнесті жарты жылға, кейде бірнеше жылға артқа лақтырып тастайды. Сондықтан шешім қабылдар кезде өте мұқият болған жөн. Тағы да бір өте маңызды фактор: траблшутер берген шешімнен кейін ол проблема қайталанбау керек. Егер ол қайталана беретін болса, демек проблеманың түп тамыры анықталған жоқ деген сөз. Егер сіз кәсіби траблшутер болғыңыз келсе, онда сізге мынадай қабілеттер қажет болады. Анализ жасай алу және проблемаларды шеше алу. Траблшутер проблеманы нақты, дәл анықтай алу қажет. Олардың туындау себептеріне анализ жүргізе алу керек. Кәсіби траблшутердің ой өрісі кең болу керек. Яғни ол тек бір нишада емес, бірнеше әртүрлі нишада, әртүрлі кәсіптен хабардар болу керек. Шешімдері креативті және инновациялы болу керек. Яғни заман талабына сай жаңа технологияларды қолдану арқылы мәселенің шешімін табуға кейде шығармашылықты да қосу керек болады. Траблшутер басқа адамдармен жұмыс істей алу керек. Тіл табысуы, сөйлесу, сұхбат алу, сұрақтар қоя білу қабілеті қажет. Дұрыс сұрақ қоя білу қабілеті қажет. Себебі ол әртүрлі клиенттермен сөйлеседі, олардың қалауларын түсіне алу керек. Жаңа ортаға тез бейімделе алу керек. Жаңа ақпаратты оңай қабылдап, үнемі ізденісте жүруі тиіс. Күйзеліске төтеп бере алу керек. Себебі кейбір проблемалар күтпеген жерден туындайды, ал кейбір шешімдер бірден нәтиже бермей қояды. Кейбір шешімдер қате болуы мүмкін. Осындай сәттерде траблшутер өз-өзін ұстай алу керек. Ең бастысы, траблшутер тапсырыс беруші клиенттің, яғни кәсіп иесінің одан не қалап тұрғанын түсіне алу керек. Проблеманы нақты анықтау оның шешімнің жартысы деген сөз бар. Сондықтан бастапқы кезеңде клиенттің қалауын нақты анықтап алу керек. Ал егер кәсіп иесі болсаңыз, осы видеоны көріп отырған болсаңыз, алдағы уақытта траблшутермен жұмыс жасамақшы болсаңыз, ондай болса өзіңіз кәсібіңіз жайлы, проблемаңыз жайлы максимал түрде ақпарат беріңіз. Бүкіл сұрақтарына ерінбей жауап беріңіз. Проблеманың шешімін табуына атсалысыңыз. Сонда ғана траблшутер сізге өте тиімді жауап, шешім ұсынады.
Траблшутерлерге әсіресе өндіріс саласында сұраныс көп. Себебі цехта күн сайын әртүрлі проблемалар кезуі мүмкін. Сол проблемаларды уақытылы дер кезінде қайталанбайтындай қылып шешіп отырмаса, ол проблема бүкіл процеске әсер етеді, жұмыс тоқтап қалуы мүмкін. IT саласында да траблшутерлер сұранысқа ие. Себебі программаның ішкі жүйесінде әртүрлі күрделі мәселелер туындап тұрады. Соңғы уақыттары франшиза ретінде жақсы дамып келе жатқан тамақ және сауда желілері де траблшутердің көмегіне жүгінуде. Себебі ол жақта доставкаға байланысты, шикізат алдыртуға байланысты, қоймада заттарды дұрыс сақтауға байланысты күн сайын мәселелер туындайды. Траблшутерлер проблеманы шешкен кезде өздерінің әртүрлі методикалары болады. Клиенттің орнына өзін қойып көруге тырысады. Сотрудниктермен, компанияның қызметкерлерімен барынша өздері сұхбаттасып, анализ жасауға тырысады. Проблеманың салдарымен емес, себебін анықтауға тырысады. Яғни проблемаға бір жақты ғана қарамай, жан-жақты қарап шешім табуға тырысады. Осындай ұтымды, тиімді шешімдер табу барысында өздерінің әдістері болады. Сондай әдістердің бірі ол кайдзен әдісі. Кайдзен компания тиімділігін арттыруға көмектесетін ең танымал әдіс. Кайдзен компанияның барлық бизнес процестерін жақсартуға бағытталған. Екінші тағы бір әдістердің бірі ол дизайн мышления әдісі. Бұл әдісте аналитика емес, шығармашылық көзқарасы басым болады. Тағы бір әдіс Голдардтың жүйенің шектеулері теориясы. Бұл әдісте жүйедегі ең әлсіз компонентті анықтап, онымен жұмыс жасау ұсынылады. Траблшутерлікті университеттерде арнайы оқытпайды. Оны оқытатын арнайы оқу орындары, мамандықтары жоқ. Бірақ қосымша өздеріңіз кайдзен курстарын оқу арқылы, менеджмент курстарын оқу арқылы траблшутерлік мышлениеңізді, ой-өрісіңізді дамытсаңыз болады. Одан бөлек төмендегі кітаптарды мен сізге кеңес беретін оқуға. Цель кітабы авторы Элияху Голдрат. Бағана айтып өткендей, жүйедегі әлсіз компонентті анықтап, сонымен ғана жұмыс істеу арқылы бизнес жүйенің жұмыс тиімділігін бірнеше есе арттыруға болады. Даниэл Канеманның «Думай медленно, решай быстро» кітабы. Бұл кітапта адам миының қалай жұмыс істейтіні жайлы жазылған. Ми жұмысын түсіну арқылы тиімді шешімдер ұсынуға болады. Бизнес нуля кітабы авторы Эрик Рис. Бұл кітапта нарықтың сұраныстарына сай өнімдерді тиімді шығаруға арналған методикалар берілген. Осы кітаптарды оқуға кеңес беремін. Осымен бүгінгі видеомыз өз мәресіне жетті. Бүгін траблшутерлік жайлы сіздерге толық ақпарат бере алдым деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз қалған болса комментарий жазыңыз, міндетті түрде жауап беремін әрбір комментарийға. Каналға жазылуды ұмытпаймыз. Сонымен қатар менің Instagram, TikTok парақшаларыма тіркеліп қойыңыздар. Ол жақтан да сіздер бизнес, менеджмент, стратегия жайлы пайдалы лайфхак видеолармен таныс бола аласыздар. Ол жақта сіздерді сол видеолар күтуде, көріп тұрсаңыз өкінбейсіз. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға мен өзімнің алғысымды білдіремін. Келесі шығармаларымда кездескенше.